Сәлем барлықтарыңызға, менің есімім Гүлімжан. Бүгін сіздерді оңтүстік кореялық Atomy компаниясымен таныстырамын. Бұл қандай бизнес, бұл компанияда қалай табысқа шығуға болады. Ең бірінші кезекте Atomy бұл желілік, яғни сетевой бизнестің бір түрі. Бірақ біз үйреніп қалған классикалық бағытта жұмыс жасайтын желілік бизнес емес. Мысалы, көп адамдар сетевой бизнестен қашып жатады. Неліктен? Себебі сетевой бизнес десе не ойына түседі? Ай сайын ақша салу, каталог жабу, міндетті түрде ақшалай салымдар жасау, каталогпен жүгіріп жүруді. Atomy компаниясында осындай сетевой бизнестің негативті элементтері жоқ. Енді сұрақ туады, онда Atomy қандай сетевой бизнес деген? Қазір соны сіздерге түсіндіретін боламын. Қараңыздар, Atomy компаниясы ақша табу бойынша желілік бизнесқа ұқсайды. Мысалға, сетевой бизнеста ақшаны не үшін төлейді? Ең бірінші сол сұраққа жауап берейік. Әрине, товарооборот, яғни тауар айналым жасаған үшін. Жай біз Atomy компаниясы немесе басқа да бір сетевая компанияға тіркелгенге, компания бізге ақша төлемейді. Егер біз сол компанияның өнімімен бөлісіп, айтып, сол компанияның өніміне тауар айналым жасасақ, яғни адамдардың басқа жерден емес, осы Atomy компаниясының өнімін алып, яғни біз тауар айналым өткізсек, определенныйда бір белгілі бір компания сол жұмысымыз үшін бізге ақша төлейді. Көп компанияларда тауар айналымды партнерлардың өздері жасап жатады. Бағана каталог жабу үшін жүгіріп жүреді, бағанағы 27 күн ішінде бал жинауға жетті көп компанияларда. Балдар күйіп кете береді, сол балдар күйіп кетпес үшін алады, кейбір моментте өз қалталарынан ақша салып жібереді. Солай ақша табудың орнына көп компанияларда адамдар өз ақшасын салып, керісінше минусқа кетіп жатады. Сол себептен сетевой бизнесқа деген адамдардың жағымсыз пікірі өте көп, өйткені сондай элементтер бар, Atomy компаниясында мен сіздерге сразу айтып қойын, біз өз қалтамыздан ақша салмаймыз, өйткені бізде ең біріншіден каталог кезеңдері жоқ. Каталог жабу деген, каталогпен жүгіру деген. Бізге де компания тауар айналымы үшін ақша төлейді, бірақ біз ол тауар айналымды қалай жасаймыз? Сол жерде де Atomy'дің басқа сетевая компаниялардан ерекшелігі. Енді қараңыздар, соны түсіндірейін. Ең бірінші, енді бұл бизнес кімге арналған? Вообще сетевой бизнесқа кім келу керек? Егер сіз ақшалай, салымсыз, табыс көзін іздеп жүрген жан болсаңыз, декретте ғана, пенсионер, студентсізді, элементарно, мысалы, сетевой бизнестан көңіліңіз қалған болса, ақша салудан шаршап, Atomy'ға келіңіз. Қазір сіздерге түсіндірем, толықтай енді салыстырғанда түсінесіз Atomy'дің артықшылықтарын. Екіншіден, машина алғысы келіп жүрген, квартираға первоначалка ақша жинап жүрген жандар, Atomy'ға келіңіздер, өйткені бұл керемет мүмкіндік. Бізде кейстер бар, машинасын алған Atomy'ға келіп, квартирасын алып жатқан қыздар. Жалдамалы жұмыстан, найымда, содан кеткіңіз келіп жүрсе. Мысалы, мен өзім Atomy'ға келгендегі басты мақсатым, мен 15 жыл авиация саласында жұмыс жасаған бывшая стюардессамын. Сол өте қатты ұшқым келмеді, сондықтан Atomy'ді түсініп дұрыс жұмыс жасау арқасында бар болғаны 2 жылдың ішінде жалдамалы жұмыстан кеттім. Қазір өзіме толық жұмыс жасайтын адам. Егер офис қызметкері болсаңыз, мұғалім болсаңыз, дәрігер болсаңыз, неліктен Atomy'ді параллельно жасап көріп, егер осы жерден жақсы табысқа шығып кетсеңіз, неліктен кетпеске жалдамалы жұмыстан? Сосын табысын арттырғысы келген әрбір жан, жеке кәсіпкерлер, сіздің салоныңыз бар шығар, визажист шығарсыз, косметолог шығарсыз, ол жұмыстардың барлығы сіздің физикалық қатысуыңызды талап етеді. Мысалы, сіз тырнақты онлайн жасай алмайсыз ғой телефонмен, міндетті түрде өзіңіз барып жасайсыз. Немесе парикмахерсіз, шашты сіз онлайн кесе алмайсыз ғой телефонмен, міндетті түрде өзіңіз барып кесесіз. Егер сіз ауырып қалған жағдайда, неше түрлі жағдайлар болады, сіз физикалық түрде бара алмайтын болсаңыз, ол жерде де денеңізді апарып, сізде ақша жоқ. Ал Atomy'дің мықтылығы, телефонның көмегімен біз табысқа шыға береміз. Мен керісінше өзім босанып осы жыл туып жатқан кезде өте көп ақша тапқан кезім сол кез болды. Хотя мен физически жұмысқа қатысқан жоқпын, 3 күн мен роддомда жатқан кезде көп ақша түсті керісінше. Сосын мықты дамушы орта іздеп жүрген қыздар, мүмкін сізге ақша қатты қызықтырмайды, бірақ сіз дамығыңыз келеді, мықты қыздармен араласқыңыз келеді, өскіңіз келеді, бір жаңа нәрселерді үйренгіңіз келеді, онда мінекей Atomy'ға келіңіздер. Енді компания туралы айтып кетейін. 2010 жылы Оңтүстік Кореяда пайда болған, қазіргі таңда 600-ге жуық өнімдері бар. Сосын онымен қоса өнімдері, жағаны өнімдері емес, халықаралық сапа сертификаттары бар, GMP, ХССП, ЛОХАС, халал сияқты да. Ол мысалға өнімнің сапасына назар беретін адамдар бұл сертификаттардың нені білдіреді, қандай сапа жатқанын білдіреді. Сонымен қоса Atomy әлемдегі ең мықты 10
сетевая компанияның бірі, 10-ға кіреді. Атомимен бірге сол тізімде мысалға Avon бар да, Avon деп MV компаниясы бар, американдық. MV-да қанша жылдық, 150 жылдық тарихы бар компаниямен бірге Atomi, қараңыздар, жап-жас компания болса да, сол 10-дықтың ішінде тұр. Себебі неліктен? Өйткені біріншіден бизнес жасау жоспары мықты Atomiдің, екіншіден мінекей өнімдері мықты. Тек қана Қазақстанда емес, тек қана Кореяда емес, қазіргі таңда США, ақш, Япония, Европа, Канада, Малайзия, Турция, Ресей сияқты, Қытай сияқты өте қарқынды дамып жатқан елдерде Atomi қазір жұмыс жасайды. Сондықтан бұл компанияға көздеріңізді ашып, зейіндеріңізді ашып, тыңдауға тырысыңыздар, мүмкіндігін. Қазақстанда бұл компания 2021 жылы 6 қазанда ашылды. Енді Atomi'дің артықшылықтарына тоқталайық. Бағана айттым, Atomi бұл жай ғана сетевой емес, бұл жаңа бағытта жұмыс жасайтын сетевой. Бізде тауар айналымы үшін ақша төлейді Atomi компаниясына, бірақ тауар айналымды біз қалай жасаймыз? Мінекей осы жерде жатыр да артықшылығы, айырмашылығы басқа сетевой бизнестен. Қараңыздар, басқа компанияларда партнерлар ақша табу үшін ай сайын ақша салады, өздерінің жеке тауар айналымдарын жасайды. Личный товарооборот дейді. Сонымен қоса топтық товар айналым жасайды, групповой товарооборот ай сайын. Групповой товарооборот жасай алмай қалса, бағана каталог жабу каталогтарын жаба алмай қалса, не ақша да жоқ, не жұмыс та жоқ, то есть желге ұшып кетеді барлығы. Балдар күйіп кетіп отырады. Atomi компаниясында қараңыздар, артықшылықтар бізде тегін тіркелестер. Ай сайын компаниясына ақша салуды міндеттемейді. Жеке тауар айналым жасау деген бізде мүлдем жоқ. ЛТО да, личный товарооборот, каталог жаппаймыз, қыздар, каталогпен жүгіріп жүрмейсіздер. Сосын топтық балдарыңыз, мысалы, ол компанияларда басқа 27 күн беріледі. 27 күнде жинай алмасаңыз, балыңызды күйдіңіз, ақшаңыздар жоқ. Атомида бізде топтық балдар сіз табысқа шыққанға дейін жиналып жата береді. Осы айда жасай алмадыңыз ба, келесі айға 100% ауысады. Келесі айда толықтырып аласыз ақшаңызды. Біздің компанияда міндетті түрде ертеме кешпе кеш келген партнер, кез келген жан өзінің ақшасын алады. Сосын мықты жері, қыздар, табысты сіз бұл компанияда сізден кейін тіркелген әрбір партнердан 100% аласыз. Глубину, в ширину бүкіл партнерлардан. Өзіңіз тікелей шақырмасаңыз да. Бізде балдар астыдан, жоғарыдан, төменнен жоғарыға да көтеріледі. Сол себептен ең астында тұрған адамның заказы үстінде тұрған бүкіл адамға табысқа шығуға мүмкіндік береді. Бірақ сол табысты алу үшін әрине өзіңіз жұмыс жасау керексіздер. Көп адамдар ойлайды, мен үшін біреу жұмыс жасайды екен деп. Нет, ол қате пікір. Көбісі солай түсіндіреді да. На самом деле олай емес. Сіз табысқа шығуға мүмкіндік аласыз, бірақ өзіңіз әрекет етсеңіз ғана ақша аласыз деген сөз. Бірақ табысқа шығуға сізде мүмкіндік болып тұрады. Сосын премиялар бізде айына 2 рет түседі. Айына 2 рет премия аламыз, айдың 7-ші және 22-ші күндері. Бұл табыстың екінші көзі. Бірінші көзі мінекей топтық табыс, ол бірінші көзі. Оны біз айына 4 рет аламыз. Әрбір вторник күні, әрбір сейсенбі күні біздің мінекей, мынау менің счетым, 9 июль күні 2024 жылы мінекей 565 мың теңге, бұл менің апталық табысым, вторник күні түскен апталық табысым, қыздар. Әрбір вторник күні осындай ақша түсіп отырады. Бұл бірінші табыс көзі. Екінші табыс көзі бағана айтқан премия, айына 2 рет түсетін. Сосын мықты жері, сіз бұл компанияда, көп компанияларда айлықты тауармен береді, тауармен. Мысалы, сізге не қыласыз ол тауар, сізге ақша қажет қой. Atomi компаниясында сіздер ол ақшалай аласыздар, ешқандай да тауармен алмайсыздар, бонуспен емес, кәдімгі тірі ақшамен аласыздар. Сосын машина біздің компанияда Royal Master рангінен бастап бізде машина бар, машина. Бизнес класстың машинасы, бизнес, люкс класстағы машиналарды алуға болады. Мен қазір қарап отырмын. Қыздар, сосын тағы бір ерекшелігі, сол машинаны көп компаниялар, сетевая компаниялар лизингке, кредитқа береді. Сіз өзіңіз төлеп отырасыз ай сайын ақшасын, мысалға. Ал Atomi компаниясында сізге оны сыйлыққа береді. Ешқандай да кредит ай сайын төлеп отырмайсыз. Теп-тегін сыйлық қылып аласыз. Сонымен осы әрине путешествие, саяхаттар бар. Мысалы, менің рангымнен бастап, мен мастер Шаронская роза деген рангтемін бұл компаниядағы. Осы рангтен бастап, мысалға, шетелге қыдыруға мүмкіндік аласыздар. Мысалға, осы жылы біз қыздар, менің рангымде қыздар Кореяға барып 4 күн демалып қайтты. Менің рангымнен кейінгі рангтегі Star Master деген рангтегі қыздар, олар мысалға Дубайға барып демалып келді. Өте керемет. Сосын мықты жері, Atomi компаниясы бинарлық құрылым бойынша жұмыс жасайды, 2 аяғыңыз болады. Сол сіздің бір аяғыңызға сізге спонсор көмек береді.
Сіз ғана тіркемейсіз екі жаққа, бір жағыңызға сізді бизнесқа шақырған спонсорыңыз тоже өз адамдарын тіркейді. Atomic компаниясында 100% командалық бизнес. Көп компанияларда отрыв деген понятие бар. Яғни сіздің астыңыздағы лидер өсіп кетсе, сіздің рангыңыз қуып жетсе, ол сізден бөлініп кетеді, отрываться етеді. Сіз ол лидердің командасынан, мысалы, қаншама еңбегіңіз салдыңыз, ол лидердің өсуіне, оның бәрі жоқ болады да, лидер сізден бөлініп кетеді, отрываться етеді. Ал ол лидерді ұстап қалу үшін сіз дәл сондай тауар айналым жасап отыру керексіздер. То есть басқа компанияларда лидерларға пассивный доход, мысалы, сетевой бизнесқа не үшін қызығады, пассивті доход бар дейді. Ал шын мәнісінде көп компанияларда пассивті доход жоқ, өйткені бағана отрывты жасау үшін, лидер кетіп қалмас үшін лидерлар үнемі сол напряжениемен жұмыс жасайды. Спонсор мен партнердің арасында бәсекелестік пайда болады, конкуренция пайда болады. Лидер партнерінің өскенін қаламайтын болады. Ал Атомида бізде керісінше, бізде рангтермен жоғарылау үшін, сабана премияларда алу үшін айына 2 рет, біз керісінше астымыздағы адамдардың өскенін қалаймыз. Даже біздің рангымызды қуып жетсе де Atomic компаниясында бізден отрываться етіп, біздің табысымыз азайып қалмайды. Біз табысымызды ала береміз, біздің партнер да ала береді. Бізден рангын Atomic компаниясы тағы да бір күшті жері. Мысалы, менің астымдағы лидер мені қуып, мені озып та кетуі мүмкін. Озып кетсе, бағанағыдай менен отрываться етпейді, өзі озады и табысы да көбейіп кетеді менен. Сонысы да мықты да. То есть бірінші келген адам табыстың бәрін алмайды. Бұл жерде астыда тұрған партнер любой момент өзінің лидерін қуып жетіп, табысын бірге қылып алуы мүмкін, немесе одан да өсіп кетуі мүмкін. Мен мысалға өзімді осы компанияға шақырған лидермен, спонсормен қазір бір рангтеміз. То есть мен қуып жеттім да. Сондықтан сондай керемет мықты жері бар Atomic компаниясының. Сіздерге түсінікті ма, қыздар? Қараңыздар, Atomic бұл сетевой бизнестің бір түрі, бірақ біз білетін классикалық сетевой емес, өйткені Atomic компаниясы, айттым ғой, тауар айналым бойынша ақша төлейді деп, бірақ ол тауар айналымды біз қалай жасаймыз? Біз интернет дүкен арқылы жұмыс жасаймыз. Өйткені Atomic компаниясы өзін тек қана желілік сетевая компания емес, сонымен қоса корейский интернет магазин ретінде ұсынады адамдарға. Біздің компанияда тауар айналымды, мысалы, басқа компанияларда 90% тауар айналымды партнерлар өздері жасап отырса, дистрибьюторлары, Atomic компаниясында бізде 90% тауар айналым біздің покупательдер арқылы өтіп отырады. Өйткені Atomic өте мықты корейский интернет магазин ретінде өзін адамдарға таныстырған. Біздің мақсатымыз, біз ақша алу үшін, айына аптасына 565 мың алу үшін сізге не істеу қажет? Осы интернет дүкеннің өнімдерімен тек бөлісу қажет. Ай сайын ақша салмайсыз, каталог жаппайсыз, ешкімге пихать етіп, тауарды қинамайсыз да. Тек айтасыз, осындай корейский интернет дүкенге тіркеліп, өз бағасына сатып алуға мүмкіндік ал деп. Адамдарға керемет сапалы кореялық өнімдермен қолдануға сіздер бағана кабинет ашып беріп отырасыздар. Адамдар тіркейсіздер, осы интернет дүкенге Atomic компаниясының. Адамдар өздеріне қажет заттарын сатып алады, ал сізге сол адамдардың жасаған покупкалары үшін 100% балл түсіп отырады. Әрбір покупкасынан сіз сол балдарды жинақтап табысқа шығады. Сондықтан жұмыс жасау өте керемет. Жұмыс жасау үшін ең басты нәрсе, сізге өніммен өздеріңіз қолданып көру керексіздер. Өнім сіздерге шынайы түрде ұнау қажет. Сосын ұнағаннан кейін осы компанияның өнімдерін, енді өнім бізде 600-ден астам, косметика да бар, дәрумендер де бар, тұрмыс қажет заттар да бар, шампунь да бар, порошок та бар. Барлығын тек ұсыну қажет. Сіз ұсынған кезде осы компанияның өнімдерін, біреу сізге покупатель болып тіркеледі, өнімін просто сатып алып отыру үшін жақсы өнімдер. Біреу сіздерге бизнес партнер болып келеді, сіз сияқты бизнес құру үшін. Покупательдер арқылы сізде бағанағы тауар айналым өзі естественно, то есть сіздің ақшаңызды талап етпей, өзі табиғи түрде өтіп отырады. Ол адамға ұнаса, ол сізге келесі адам шақырады. Солай сізде уақыт өте келе бере астыңыздан өте үлкен бағанағы сатып алушылардан тұратын желі пайда болады. Сосын бизнесқа келген партнерлар тоже не істейді? Олар тоже өз кезегінде бөлісе бастайды ғой. Солай сізге бизнесқа келген партнерлар, олар да өз кезегінде бағана бизнесқа шақырады, покупательдер шақырады. Солай сіз және сіздің партнерларыңыздың көмегімен сіздің сеть дейді ғой, сетевой бизнес деген аты солай, сеть желіңіз көбейе береді. Көбейген сайын сіздің табысыңыз өсе береді. Енді тездетейін. Мінекей, Atomic компаниясының серіктесі болу үшін не істеу қажет? Ең бірінші, сіздер компанияға тіркелесіздер. 10 мың балға, ол шамамен 6400 теңгеден басталады. 6400 теңгеге бір өнімін сатып алып, мысалы бізде тонер бар, бетке арналған өте керемет, соны алсаңыз 10 мың балл пайда болады сізде.
и сіз компанияның бизнес партнері боласыз. Мінекей тек қана сізге телефон қажет, интернет қажет және ақша табамын деген ниет қажет. Осылай сіз осы интернет дүкенге покупательдер шақырасыз, осылай сіз интернет дүкенге бизнес партнерлар шақырасыз, осылай сізде мінекей сеть құрылады покупатель және партнерлардан. Сіз сол сеттен ақшаңызды алып отырасыздар. Вот. Яғни Atomy компаниясы өте мықты сетевой. Қарапайым адамдарға ай сайын ақша салдырмай, каталог жаппай, тек қана интернет дүкенінің өнімдерін ұсына отырып ақша табуға. Интернет дүкеннің өнімін ұсыну ол өте оңай, өйткені біз онымен күнделікті өмірде өзіміз и так-то занимаемся этим, да. Мысалға, Магнумға бардыңыз, бір жерден киім сатып алдыңыз, ұнаса, сапасы міндетті түрде айтасыз ғой, ана жерде скидка болып жатыр, ана жерде сапалы өнім бар деп. Дәл сол сияқты сіз Atomy'да сапалы өнімдер туралы бөлісе бастайсыз. Мінекей. Қараңыз, қалай табысқа шығамыз? Бағана айттым, тіркелесіз, өнімін қолданып көресіз, ұнаса бөлісесіз, мінекей айтасыз. Біреулер покупатель болып тіркеледі, біреу бизнес партнер болып тіркеледі. Олардың жасаған покупкаларына сізге 100% балл түсіп отырады, солай табиғи цикл басталады. Адамдарға ұнайды, қолданады, тағы қолданады, подружкасын айтады, мамасын айтады, жаңадан покупательдер келеді, жаңа бизнес партнерлар келеді. Солай осындай табиғи тауар айналымынан сізге ақша түсе бастайды. Мінекей. Маркетинг планы мен қазір келесі сабақтарда айтам, бірақ міне айтқан осы ғой, мынау сіз айта бастадыңыз, адамдар өз тарапынан келесі адамдар шақыра бастайды, солай сізде мінекей біраз уақытта осындай желі пайда болады. Мына жерден адамдардың барлығын сіз шақырмайсыз 100%, өйткені мына екі адам сіз шақырдыңыз, бірақ мына адамдарды сіздің адамдарыңыз шақыру мүмкін. Мына адамды сіздің адамыңыздың адамы шақыру мүмкін, да, то есть бұл 100% топтық бизнес. Яғни еще бір мықтылығы, бағанағы сізге табыс 100% сізден кейін тіркелген кез келген адамнан түсіп отырады. Сіз оны табысқа шығармасаңыз да, сіз бұл бизнесқа шақырмасаңыз да. Енді қараңыздар, бір жылдың ішінде кемінде 300 мың, 400 мың және миллион теңгелік табысқа шығып кетуге болады бұл компанияда. То есть бар болғаны бір жылдың ішінде осы әрекеттер жасасаңыздар, үздіксіз бөліссеңіздер, үздіксіз айтып отырсаңыздар, бір жылдың ішінде 300-400 мың миллион теңгелік чекқа шығуға болады. Менің командамда ондай қыздар бар. Мысалға 2 жылда квартирасын алып отқан қыздар бар, бір жылдан кейін мысалы машинасын алған қыздар. Мен өзім сол бір жылдың ішінде қарыз кредиттарым жауып машина алған адамның бірі мен өзімін. Мінекей қыздар, Atomy компаниясы туралы қысқаша түсінік осы. Енді сіздерге әрине табысқа шығу үшін не істеу қажет? Уақыттарыңызды бөліңіздер, бұл бизнесті түсінуге тырысыңыздар және маркетинг планды біліңіздер. Қазір келесі екінші сабақ ол маркетинг план болады. Ақша табу үшін қандай тауар айналым өту керек, қандай бізде ранктер бар, қандай бізде деңгейлер бар, қалай ол деңгейлерге шығамыз, бәрін сіздерге екінші сабақта түсіндіретін боламын. Рахмет. Осымен бүгінгі біздің бірінші сабағымыз аяқталды.